Біз бұл челленджді Максим Горький мектебінен қабыл алдық. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ағартушы, ақыны, жазушы, публицисті. Ахмет Байтұрсынұлы 20 ғасырдың басындағы Алашорда көтерілісінің жетекшісі, Алашорда үкіметінің өкілі. Адамдық диханшысы қырға шықтым. Көл жоқ, көгал жоқ, қырға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым ектім, көңілін көгертуге құл халықтың. Қор болып босқа кеткен еңбекпенен, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бер жануары мек аяқты, адамдық хайуанға қанша қажет? Жаратқан малды құдай не керекке, міну соғыс сойу жөндемекке. Жорта бер қамып киіп қамшыңды жеп, беріп жоқ ұрасың деп үндемекке. Таяққа ет үйрене қойшы жайлап, көк есек қозғалама түрткенге айдап. Есептен алданғандай болғанда көп, жасықта асылма деп білмей қайрап. Ахмет Байтұрсынұлының 100 жылдық мерейтойы құтты болсын. Біз Ақ Алтын Жалпы орта мектебі бұл челленджді Егізғұн Жалпы орта мектебіне жолдаймыз.